Саламатсыздар ма? 8 сынып оқушылары. Бүгін бізде химия пәні. Химия пәнінен өтетін сабағымыздың тақырыбы табиғаттағы су. Сабағымыздың мақсаты судың табиғатта кең таралғандығын, қасиеттерін және адам өмірі үшін маңызын, сонымен қоса судың табиғаттағы айналымын түсіндіру. Су көптеген химиялық қосылыстардың бірі болып табылады. Формуласы қарапайым, екі элементтен тұрады, оның біреуі сутегі, екіншісі оттегі. Демек, бұл жерде сутегі оксидін байқауымызға болады. Жер шарының 4/3 бөлігі су алып жатыр. Тірі ағзалардың 60-70%, ал өсімдіктердің 90% судан тұрады. Судың жердегі тіршілік иелері үшін және барлық тірі организмдер үшін, соның ішінде адамдар үшін судың маңызы өте зор. Ғалымдар жердегі тіршілік бірінші суда пайда болып, содан кейін құрлықта таралды деген тұжырымдарға келген. Байқасаңыздар, жер су буларынан қоршалған. Біркелкі болмаса да суға қаныққан шар тәрізді дене. Жалпы су жердегі ең кең тараған зат, ол үш күйде кездеседі: газ түрінде, сұйық түрінде және қатқан мұз түрінде. Табиғаттағы су атмосфералық, жер үсті, жер асты сулар болып ажыратылады. Табиғатта суларда өте аз мөлшерде ауыр су араласып жүреді. Сонымен, су молекуласының құрылымы қандай? Су молекуласының құрылысын қарастырсақ, онда екі атом сутек, бір атом оттекпен полюсті ковалентті байланысқан. Электрон жұптары электр терістігі жоғары элемент оттек жаққа көбірек ығысқан. Нәтижесінде су молекуласында сутек атомдары оң зарядқа ие болады. Су әмбебап еріткіш болып табылады. Бұл барлық тіршілік иелері үшін өте маңызды, себебі олар өздеріне қажетті қоректік заттарды ерітінді күйінде алады. Сонымен, су молекуласының құрылымы жөнінде бейнероликке назар аударамыз. Су молекуласы екі сутек атомынан және бір оттек атомынан тұрады. Әрбір сутек атомы өзінің жалғыз электронын оттек атомымен бөлісіп, екі дара коваленттік байланыс түзеді. Су молекуласындағы екі атомда сыртқы электрон қабаты аяқталған тұрақты электрондық конфигурацияға ие. Алайда оттек атомы сутек атомына қарағанда өзіне электрондық жұптарды күштірек тартады. Бұл су молекуласындағы зарядтардың әркелкі таралуына әкеледі. Байланыстырушы электрондық жұптар оттек атомына жақынырақ таратылатындықтан, оттек атомы ішінара теріс зарядқа ие болады. Ал сутек атомдары ішінара оң зарядқа ие болады. Нәтижесінде су молекуласы екі қарама-қарсы зарядталған оң және теріс полюстерден тұрады. Сондықтан біз су молекуласын полюсті деп атаймыз. Судың қолданылуына келетін болсақ, су жер бетіндегі тіршілік көзі. Суды бүкіл адамзат тіршілігінде энергия өндіру үшін кеңінен пайдаланады. Су энергиясы қалпына келтірілетін және экологиялық таза энергия көзі болып табылады. Астана қаласындағы болашақ энергиясы атты тақырыбындағы Экспо 2017 көрмесінде су ең тиімді балама энергия көзі ретінде қарастырылды. Сонымен қоса, мына жанымызда тұрған суретке назар аударатын болсақ, өзіміздің тұрмыста және табиғаттағы судың қандай қажеттілігі екенін байқауымызға болады. Судың физикалық қасиеттеріне келетін болсақ, таза су түссіз, иіссіз, дәмсіз, мөлдір сұйық зат. Ол 100 градус температурада қайнайды, 0 градуста қатып. Электр тоғын нашар өткізеді. Құрылымы реттілікпен, беттік кернеуі 43 джоуль бөлінген метр квадратқа, тұтану потенциалы теріс орналасқан. Судың үш күйі бар: сұйық, қатты және бу күйі. Сұйық күйі күнделікті тұрмыстағы кәдімгі мөлдір суымыз жатады, ал қатты күйіне мұз күйі. Ал буға мысал ретінде мына жерде шайнектің қайнаған кездегі буын келтіруімізге болады. Енді судың өзіндік бір қасиеттері бар екен, бейнероликке назар аударып көрсек. Салмақсыздықтың шарттарында су молекулааралық тартылыс әсерінен
шар формасына ие болады. Жердің тартылысы суды ыдысқа жақсы итереді, және оған ыдыстың пішініндей пішін береді. Судың жоғарғы беті сұйықтықтың еркін беті деп аталады. Жердің тартылысы әсерінен судың молекулалары бос орынды толтырып, ыдыс түбінен орын табуға тырысады. Осылайша судың еркін беті сол деңгейде қалады. Су өзі орналасқан ыдыстың көлемін арттырғанда, көлемін өзгертпейді. Осылайша ол газдан ерекшеленеді. Сонымен қатар, газбен салыстырғанда, су ыдыстың бүкіл көлемін алмайды. Судың адам өміріндегі маңызы. Су керемет сирек кездесетін минерал. Су жақсы энергия ақпараттық сақтаушылардың бірі. Ол адам бойындағы энергияны өзіне сіңіріп алатындығын ғылыммен дәлелденді. Адам организмінің 86% судан тұрады. Сонымен тірі организм химиялық реакциялар жүретін үлкен зертхана деп алатын болсақ, олардың барлығына су қажет. Организмде су жетіспеген жағдайда барлық химиялық реакциялар баяулап, нәтижесінде 20%-ға жасушалары азайғанда химиялық процесс тоқтайды. Сусыз барлық тіршілік иелері бірнеше тәулік қана өмір сүретіндігін біз жақсы білеміз. Сонымен, мына суретке назар аударатын болсақ, адам ағзаларынан қанша пайызы судан тұратынын байқауымызға болады. Мысал ретінде бауыр 86%, бұлшықетте 75%, ми 95%, бүйректе 83%, қан 83%, тері 72%, сүйектер 72%, өкпе 86%, жүрек 75%-ға дейін су болатындығын байқай аламыз. Біз судың адам өмірінде қандай маңызды екенін білеміз, сонымен қоса адам организмдегі судың пайдалылығы. Организмнен әртүрлі қалдықтар шығарады, зат алмасуда қатысады, буындарға жағады, тіршілік маңызды органдарды қорғайды, энергия айналымын өзгертуге көмектеседі, тыныс үшін оттекті дымдайды, дене ыстығын реттейді, организмге нәрлі затты сіңіруге көмектеседі. Егер судың жетіспеушілігі байқайтын болсақ, осы заттар өздігінен қызметін тоқтатуы мүмкін. Сонымен адам организміндегі судың маңызын түсінсек, табиғаттағы су айналымына назар аударайық. Табиғаттағы су үнемі өзгеріске ұшырап жатады. Күн көзінің жылуынан буланады. Су болып жиналып, ауаға көтеріледі. Аспанға көтерілген бу бұлт түзеді. Бұлттағы су тамшылары өзара қосылып қоюланады да жаңбыр немесе қар болып жауады. Табиғаттағы су осылайша айналып жүреді. Мұны табиғаттағы су айналымы деп атайды. Бейнероликтен қарағандарыңыздай, су әрдайым бір орында тұрмайды. Су біздің планетамыздың атмосферада, бұлттар мен тұмандарда кіші көлемдегі тамшы түрінде, сонымен қатар бу түрінде болады. Конденсация кезінде атмосферадан жауын-шашын түрінде жаңбыр, қар, бұршақ, шық секілді заттар болып, кері жерге сіңу арқылы процесс әрдайым жүріп отырады. Сабағымыздың соңында тапсырмалар орындасақ, судың ластануы жөнінде мәліметтерді жинақтаймыз, ауыз суын тазарту жайлы мәліметтерді дайындаймыз, судың маңызы туралы мәліметтерді әзірлейміз. Барлығын жинақтап, дәптерімізге түсіріп аламыз. Екінші тапсырмамызда есеп болады. H2O-ның құрайтын элементтердің массалық үлесін табыңыздар. Және 6 моль суда неше молекула бар екендігін есептеп шығарамыз. Осымен табиғаттағы су тақырыбымыз өз мәресіне жетті. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.